Темір жол мемлекеттің күре тамыры. Оның бойымен тек пойыздар мен жүктер емес, тұтас тағдырлар, нешелеген әулеттердің шежіресі ағып жатыр. Батыс Қазақстанның қатаң климатындағы үзіліссіз еңбек көпірі Атырау вагон жөндеу депосы. Бұл жерді қарапайым халық іштей қара депо деп атайды. Дәл осы депоның қабырғасында бүкіл бір әулеттің Жексенғалиевтер династиясының тарихы жазылып келеді. Бұл күнделікті тіршілікпен болаттай берік төзімнің, ұрпақ сабақтастығының шынайы көрінісі. Оқиғамыздың басты кейіпкері осы әулеттің келіні, вагон жөндеу депосының техникалық бөлім басшысы Тәжікенова Гүлсім Сидаққызы. Оның бұл салаға келуінің өзі бір қызық тарих. Енді балалық шақта айтатын болсам, мен өзім 64 жылы Ақтөбе облысы Шалқар қаласында маңында 72-ші разъезде дүниеге келгем. Сол ауылдың жаңағы бастауыш мектебін оқып, 1974 жылдары уже Шалқар қаласында интернатта жатып оқыдық біздер. Өйткені ауылда кішкентай разъездің бойы тек қана 3 классқа дейін оқытып, қалған ауылдың балдары теміржолшылар кілең. Бәрі жаңағы Шалқарда теміржол мектебі болып, соны өзінің интернаты болды да, сол интернатта оқыдық. Гүлсім Сидаққызының теміржолды таңдауы кездейсоқтық емес еді. Оның қанында теміржолшылардың гені бар болатын. Әкесі Тәжікенов Есенжол Сидақұлы 57 жасында өмірден өткенше станция бастығы қызметін абыроймен атқарды. Сіңілісі Күләнда Сексеуіл станциясында 40 жылдан астам уақыт аға тауар кассирі болса, Гүлшахира 35 жыл бойы жол серік болып еңбек етті. Оның жолдасы Болат та осы салада тер төкті. Тағы бір сіңілісі Гүлмира Болат жол серіктестігінде аға оператор болды. Әке жолын қуып, тұтас бір династияның осы салаға келуіне жол ашқан Гүлсім Сидаққызы медицина саласына барғысы келгенімен, тағдырдың жазуымен 1987 жылы Атырауға, ол кездегі Гурьев қаласына жолдамамен келеді. Жас маманның бұл бөтен қалаға жасаған алғашқы қадамы күні бүгінге дейін есінде. 3 август 87 жылы әлі есімде Атырауға келдім. Өмірімде бірінші рет Атыраудың жерін басқаныма. Ол кезде енді қала қазіргідей емес қой, кішкене бостау бір түрлі. Сондай қала болды. Масасы көп екен өте. Содан бір 2 ай, 3 ай өткенде макен, ауылдан әкем келді марқұм. Ол кісі де енді баланың үлкені ма ғой, бірінші рет переживать етіп келген ғой, балам қалай орналасты деп. Сон әлі есімде мына, жаңағы ұзын коридор бар ғой. Сон бойында әкем келатыр коридорда. Әкем өзі биік кісі олар, бойы 2 метрге жақын, здоровый кісі. Папа деп алдынан шығып. Сон папам айтам ғой. Папа мені алып кетші. Атыраудың масасы мені жеп қойды. Маса шағып тастаған ғой, өзім светлый адамын ғой енді. Папа мені алып кетші, маса жеп қойды деймін ғой. Сон әкем арқым айтады. Қызым тек 2 ай, 3 ай болды ғой жұмыс жасағаныңа. Шамалық жасап қарашеш. Содан кейін келерсін ауылға. Ауылға келгенде айтып қалар, Есекеңнің қызы Атырауға барып жұмыс жасай алмай қалды ма деп айтады деп. Әкем сөйдеп, сонымен әкем айтқанымен временно бака көршеш дегенім, сол на всю жизнь қалып қойдым ғой енді осы Атырауда. Әкенің сол бір ауыз сөзі жас қыздың тағдырын шешті. Уақытша келдім деген Гүлсім осы Атырауда бір жола тұрақтап қалды. Ең бастысы, ол осы деподан өзінің бағын, өмірлік серігін Жексенғалиев Махамбет Сәрсенұлын кездестірді. Махамбеттің әулеті қарап тұрған жоқ, олар осы Атырау депосының өркендеуіне елеулі үлес қосқан қадірлі теміржолшылар еді. Әулеттің үлкені Ұлы Отан соғысының ардагері Жексенғалиев Сәрсен Өркінұлы мен оның зайыбы Мерханова Маржан осынау депоның күзетінде тұрып, бейбіт күннің еңбегіне араласқан кісілер. Бүгінде бұл әулеттен тараған ұрпақ вагонның әрбір бөлшегіне жауап беретін үлкен күшке айналды. Бұл еңбек жолы осылайша атадан балаға, одан келіні мен немерелеріне жалғасты. Сол кезде жаңағы айттым ғой, атам мен енем жасап жүрді. Сол келгенде жаңағы үлкен ағамыз жасады. Ол кісінің жолдасы жасап атты, машинист компрессорный установка болып, осы деподан пенсияға шықты. Енді оның бер жағында қазір сол үлкен ағаларымның жаңағы
қазіргі кезде 3 баласы жұмыс жасап жатыр. Бір жерде әулет болып жұмыс жасау, конечно, өте жауапкершілік мол нәрсе да, көп нәрсе. Өйткені ойлап отырасың да, бір қате жіберіп қоймаса екен, нарушение жасап қоймаса екен деп ойлап отырамын да, каждый раз. Расында Жексенғалиевтер әулетінің бұл деподағы орны ерекше. Темір жол тілімен айтсақ, кез келген жүк вагоны негізгі 4 үлкен тораптан тұрады. Дөңгелек жұбы, тежегіш жүйесі, алып арбаша және вагондарда бір-біріне жалғайтын автотіркеме. Ең қызығы сол, осынау күрделі 4 бағыттың тізгінін бір ғана әулеттің перзенттері өз қолдарына берік ұстап отыр. Мәселен, пойыздың тоқтауы мен қозғалыс қауіпсіздігіне тікелей жауап беретін тежегіш құрылғыларын жөндеу ісі Сәрсен атаның бел баласы Жақия Жексенғалиевке сеніп тапсырылған. Ол 2004 жылдан бері автобақылау пунктінің жылжымалы құрамды жөндеу слесарі қызметінде табан аударма еңбек етіп келе жатқан тәжірибелі маман. Ал вагонның бар салмағын көтеріп, мыңдаған шақырымдарды бағындыратын дөңгелек роликті цехында ағайынды Кәкімғали Жексенғалиев жылжымалы құрамды жөндеу слесарі ретінде ауыр дөңгелектердің ақаусыз қозғалысын реттейді. Көзбен көріп қолмен ұстауға келмейтін микро дәрежедегі ақауларды табу нағыз зергердің жұмысымен тең. Бұл міндетті әулеттің тағы бір қызы Жанар мойнына алған. Ол автотіркеме бөлімінің 2-ші деңгейлі дефектоскописі ретінде жұмыс істеп, темірдегі титтей де жарықшақты қалт жібермейді. Ал әулеттің жас буыны Гүлсімнің өз ұлы Батырхан болса, вагонның күре тамыры саналатын арбашаны құрастыруға жауапты. Ол вагон құрастыру цехының жылжымалы құрамды жөндеу слесарі болып, үлкендердің ізін басып, аталары салған сара жолды абыроймен жалғап келеді. Бұлайша айтқанда, Жексенғалиевтер отбасы бөлшек болып келген темір терсектен тұтас бір вагонды басынан аяғына дейін жұмыла жинап шығарады. Бір әулеттің бір жерде ойысып еңбек етуі ұрпақтан ұрпаққа берілетін адалдықтың шынайы көрінісі. Осы қатарда дөңгелектің роликті мойын тіректерін мінсіз жөндейтін хас шебер Айнұрдың да орны бөлек. 20 жыл бұрын депо табалдырығын қарапайым жұмысшы болып аттап, бүгінде дөңгелек роликті цехтың жылжымалы құрамды жөндеу слесарі атанып, бүкіл бір әулетпен бірге еңбек етіп жүрген ол, бұл қара шаңырақтың ыстығы мен суығына әбден төселген. Осы темір жолда жұмыс жасағаныма 2006-тан бері 20 жыл болады. 20 жылмастан осы комплектовшы бірінші келерде дворник болып кірдім мен. Шайға уақытша 3 айға дворник болып алды. Сол дворник болып алған соң вахтерші болдым мен. Сосын вахтершідан кейін мыняқа колесный роликті цехқа ауыстым. Жұмысым өзіме ұнайды. Енді менің мамам жұмыс жасап кетті осында. Учкалиева Клара деген воздух шығаратын жерде 34 жыл жұмыс жасап пенсиясына кетті. Ағаларым жұмыс жасайды. Кезінде ата әжем жұмыс жасады. Біз өзіміз мына депода тұрған соң бәріміз осында жұмыс жасаймыз. Жақсы, жұмыс өзімізге ұнайды. Бір жақта бір әулет болып жұмыс жасасаң өзіме ұнайды. Мысалы, мен қазір өзімнің күйеу балам да осында жұмыс жасайды. Күйеу балам да жұмысқа осы жақта кәдімгідей 3 ай оқуын оқып, слесарь болып, мамандық болып алды осы жақта жұмысқа. Теміржол тарамдары секілді Жексенғалиевтер әулетінде тамыры тереңге бойлап жаңа бұтақтармен толығуда. Гүлсім мен Махамбеттің перзенттері Айдана мен Батырханда атана жолын қуып осы депоның төрінен табылды. Қазіргі таңда Айдана техникалық бақылау бөлімінің сапа менеджменті жүйесі маманы ретінде күрделі детальдарды тексереді. Ол үшін бұл мекеме жай ғана жұмыс орны емес, балалық шағының ең жылы естеліктері қалған екінші үйі. Менің бүкіл балалық шағымның барлығы осы Ақжайық мекемесіне өтті сөздің шыны керек. Яғни біздер енді қара депода тұрамыз, ол кезде бізде деген ыстық су болған жоқ. Сонда депоға келемін, мына жерге жонып аламыз. Бағана жаңа жыл болса, мына жерде территорияда не бар? Новый год өтетін жер бар. Сол жерде Новый годымыз болады. Яғни ес білгелі 98-ден бастап осы депо менің, осы депо үй болып кетті. Примерно осыдан 10 жыл бұрын ба, мен ол кезде 25-те қызбын. Қатты кеткім келген басқа елге, Канадаға. Кеткім келген, бірақ енді есейе келе, я понимаю, что анам да менің қартайып жатыр. Уақытта келгенше анаммен уақыт көп бөліскім келеді. Себебі бүгін бар, ертең жоқпыз бұл өмірде. Сондықтан мен қазір мамаммен бірге жұмыс жасаймын, обедте бірге ішеміз. Және де анамнан үйренетін нәрсе көп.
расымен де. Анасының тәжірибесі мен парасаты Айдана үшін үлкен мектеп болды. Бір әулеттің мүшелері бір шаңырақ астында бір мақсат жолында еңбек етуі олардың жауапкершілік жүгін еселей түседі. Отбасылық құндылықтар мен кәсіби парыз қатар өрілген жерде ғана осындай биік нәтижелерге қол жеткізуге болады. Әулеттің ортасында жүріп қызмет етудің жүгі де, қуанышы да қатар жүреді дейді ол. Бұл жерде барлығы жұмыс жасайды. Үлкен ағам бар, папамнан кейінгі інісі. Және де апаларым бар. Қызық әрине бәріміз деген обедке бірге барған кезде бір машинаға мініп бірге барып келеміз. Әрине әр адам өзінің отбасы, өмірі бар. Бірақ сонда да осы жерге келіп, бауырларымды көріп, амандығын көріп қуанам. Жас буын өкілдерінің тағы бірі әулеттің кенжесі Батырхан. Небәрі 20 жастағы бозбала вагон құрастыру цехында жылжымалы құрамды жөндеу слесарь болып қызметін бастап кетті. Ол аталар салған сара жолды жалғастыруды өзіне үлкен мәртебе санайды. Бұл салада жасап жатқаныма 2 жылдан астам уақыт болды. Мұнда келу себебім бірінші алғашқы жұмысым. Мұнда мені атап өткендей атам жасаған, әжем жасаған. Және де мұнда әкем жасады, анам жасайды, және көке әпкелерім жасайды. Бұл жұмыста жүре бергім келеді, және де көп нәрселер үйренгім келеді. Бұл жұмыс жауапкершілік ең басы. Бұл жұмыста өйткені мен бана атап өткенде ата әжем жасаған, мен солардың өзін жалғастырып келе жатырмын, өте мақтанамын өз-өзіммен. Осындай ұрпақтар сабақтастығы қалыптасқан депоның тарихы тым тереңде жатыр. Оның іргетасы сонау 1942 жылы қаланып, Орынбор депосының бір бөлігі осында көшірілген еді. Қазіргі тұрған көне ғимараттардың өзі 1954 жылдан бері тарихқа куә болып келеді. 1996 жылы үлкен реконструкциядан өткен бұл мекеме талай қиындықтарды да бастан кешірді. Әсіресе 2000 жылдардың басындағы тоқырау ұжымға ауыр тиді. Темір жол саласы жекешелендіріліп, вагондар азайған шақта 40-50 орындық алып цехтар қаңырап бос қалған кездерде болды. Дегенмен өз ісіне берілген жұмысшылар жартылай ғана жалақы төленсе де 8 сағаттап жұмыс істеп депоның отын сөндірмеді. Гүлсім Сидақ қызы бұл қиын кезеңдердің жай ғана куәгер емес, мекеменің аяқтан тік тұрып кетуіне үлес қосқан қайраткерлердің бірі. Қаншама дағдарысты өткерсе де бұл ұжым өз жұмысын бір сәтке де тоқтатқан жоқ. Ал қазіргі таңда депо мүлдем жаңа белеске көтерілді. Егер жылдар бойы мекеме тек жөндеу жұмыстарымен ғана айналысып келсе, бүгінде мұнда Қазақстанның өз таңбасымен су жаңа вагондар шығару жобасы қолға алынуда. Бұл тұтас ел экономикасы үшін үлкен тарихи оқиға. Осынау аумал төкпелі заманның бәрінде мекемеге адал болып, әр кірпішімен бірге қаланған Гүлсім Тәжікенова үшін бұл кәсіпорын нағыз қасиетті қара шаңырақ. Ал отандық вагон шығару бір кездері тіпті ойға да кіріп шықпаған, ертегідей көрінген үлкен арманның орындалуы. Мен, например, осы Қазақстанда вагон шығару депосы болады деп ойламаппын да. 87 жылы неде болдым. Преддипломный практика деген болады ғой, ол кезде Союздың кезі ғой. Неде болдым жаңа. Уральский вагонный завод вагон шығаратын. Ол деген Свердловская область, город Нижний Тагил. Сонда практикада болды бір ай. Ол кезде енді Союздың кезі ғой. Жданов, Тяжмаш, Азовмаш дегендер жаңа Украинадан, вагонның бәрі сол жақтан шығады. Жаңағы сосын Орал 5-ші Климо деп айтамыз біздер. 5-ші завод, жаңа вагонның бәрі сол жақтан шығады. Біздің Қазақстанда жоқ. Вообще Средний Азияда вагон жасайтын жоқ болды. Енді қазір енді заман өзгерді, тем более вагон шығару заводы ашылу деген енді ол үлкен тарих, енді ол білмеймін. Қазақстанның 27-ші номері ғой, Қазақстанның климасы 27-мен Қазақстаннан вагон шығару. Ол үлкен қуаныш, мақтаныш Қазақстан үшін. Қазақстанның 27-ші нөмірлі таңбасымен шығатын әрбір вагон жүздеген темір жолшының маңдай тері, үкілі үміті. Сол еңбектің ішінде Жексенғалиевтер династиясының да айшықты қолтаңбасы бар. Бір кездері Сәрсен ата мен Маржан әже күзеткен ашық алаң бүгінде 4-ші ұрпақ еңбек етіп жатқан алып өндіріс орнына айналды. Олар вагонның бөлшектерін ғана емес, тұтас бір ұлттың болашағын құрастырып жатыр.
темір жолдың тарам-тарам жолдары секілді бір әулеттің де тамыры тереңге бойлай береді. Өйткені қара шаңырақтың оты сөнбеген жерде өмір де, еңбек те тоқтамайды.